Men Musабаев Өмірбек 18 сәуір күні балам үйіне келдім. Сағат 12-ден асқанда түс шамасында үйде залда немерелерімді біреуін тербетіп, біреуін арқасын қағып ұйықтатып жатыр едім, бір иіс шықты. Содан кейін келінге айқайладым. Мәй, келін не болды анаяқта? Неғып иіс шығып жатыр деп екеуміз бардық. Барсақ, балкон өртеніп жатыр екен. Терезе жарылайын деп жатыр екен шытынап. Содан кейін біз балаларды алып, мен бір қолыма бесікті, бір қолыма 1,5 жасар баланы алып, есікке жүгірдік. Біз есікті ашып шықтық, артымыздан жарылды. Үйде 3 бала болды. Келін, мен болдық. Иә, біреуін бесікпен, біреуін жетектеп алып шықтым. Содан кейін текпішекте біреулер көмектесті. Аха 3-ші этажда. 3-ші этаждың лестницасында алып кетті, иә. Бесікті алып кетті, мен ана баланы өзім жетектеп кеттім. Мен сол күні спальныйде болған. Сөйтіп қайнатам залда отқан немерелерімен. Қайнатам айтты, Дина чута из балкона шығып жатыр ғой деді. Екеуміз кухняға қарай келдік та, балкон жанып жатты. Балкон жанып жатты. Сөйтіп тезірек біз қайтан қастық. Потом өзіміз ешкім бізге көмектескен жоқ, өзіміз шықтық үйден. Сөйтіп 3-ші этаждан 1-2 бала қайнатамның қолынан бесікті алып көмектесті. Саламатсыздар ма? Менің есімім Өмірхан болады. Осы 35-ші домның 5-ші подъезд 76-ші квартираның егесі боламын. Осы өрт сөндірушілер келіп, өртті сөндіріп берді. Ол кісілерге рахмет. Бірақ ол кісілердің болжамдарын білмейміз, әлі шешімі шыққан жоқ. Негізі әке-шешем көрген, өз көздіктерімен көрген, балконнан шықты деп отыр. Бірақ балконда резетка, баллон ештеңе жоқ. Бұяқта бала шағаның киімдері жиналып тұратын коробкада. Бірақ неден болуы мүмкін, соны түсінбей жатырмыз біз. Қаяқтан от түсін, пожарныйлардың шешімін күтеміз, не деп айтады екен. Ал мынау айтарым бар, тағы Инстаграмға шығып жатқан видеолар бар, тиктокерге шығып жатқан елдер түсіріп келген. Сол жерде комментарияларды оқысам, видеода жазып жатқан жаңа марапаттап жатыр, әкім марапаттап жатыр, бірақ ол балаларды ешкім құтқарған жоқ. Үйде осы келіншегімен әкем болды. Әкем өзі бір қолына бесік ұстап, бір қолына 1,5 жасар балам, қарындасының баласын алып шықты. Бірақ бұл кісілер қалай ол үйге кіріп, бала шағаны алып шықтым деп не үшін өтірік айтады, сол сұрақта бізді мазалап жатыр. Иә, мен Жұмабекова Бәтес Алдашқызымын. Осы үйде 35-3-те менің балам мен келінім 3 немерем тұрады. Сол күні, жұма күні, мен ауылдан келдім, атасы екеуміз. Келінім сол күні үлкен немеремді доғдырға апару керек болды, укол салдыруға. Сол кішкентай немерем бесікте, соны тербетуге келгенбіз қарауға. Сол азанда шалым немерелерді қарап бесікті тербетіп отырды осы үйде. Мен шығып кеткем доғдырға. Қызым екеуміз, үлкен қызымыз екеуміз. Сағат 11 шамасында ма, 12-ге таман ба өрт болған осы үйде, балконнан шыққан. Оны атасы, қайнатасы көрген, өз көзімен келін екеуі. Сөйтіп өздері бесікті алып, аман есен әйтеуір шыққанына қуандық. Кеше енді мен балаларды Инстаграм дегенді мен енді білмеймін онша. Инстаграмнан балалар көрген екен, әкім, жаңа облыс әкімі марапаттап 2 балаға наградаларын тапсырып жатыр екен. Мен оған қарсы емеспін. Бірақ мен ол балаларды көрген жоқпын бұл үйден. Бұл үйден мен емес, енді атасы да көрген жоқ ол балалар. Одан кішірек балалар көмектескен рас. 3-ші этажға шыққан кезде бесікпен.
2 бала көмектесіпті, оқушы балалар. Ол балалар басқа, награда алып жатқан балалар басқа. Енді бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Награда алғаны дұрыс қой, бірақ құтқарған балалар басқа болып тұр ғой. Біз ол балаларды көрген жоқпыз. Оның үстіне мына қарама-қарсы домда да бір әйел түсіріпті, менің күйеуім құтқарды, ұйықтап жатыр екен келіні. Ондай болған жоқ, ондай жағдай болған жоқ. Ешкім ұйықтаған жоқ. Сағат 11-де шамасында олар доғдырға бара жатқан, немеремді алып уколға. Бәрі ояу, бәріміз ояу етінбіз. Осындай жағдай болып тұр.